Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін корейский пигодидің оригинал рецептісін көрсететін боламын. Осындай жұмсақ, біркелкі болып шықты. Алдымен 2 стакан суға 1 ас қасық шекер, жарты ас қасық тұз және де ашытқы саламыз. 7 грамм ашытқы саламыз. Ашытқыны салып болғаннан кейін 10 граммдай разрыхитель, яғни қопсықыш қосамыз. Содан соң үстінен 3 ас қасық ұн салып, осылай жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қалдырып қоямыз. Бізде 10 минуттай тұрды, ашытқымыз көтеріліп, өзінің бабына келді. Енді ұнның үстінен аз-аздан құя отырып, қамырымызды біркелкі етіп илейміз. Қамырды жақсылап илеп болғаннан кейін бетіне таза салафан кигізіп 1 сағаттай уақыт жылы жерде ұстаймыз. Ашығанға дейін ол аралықта пигодидің салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязы жұқалап турап аламыз. Содан соң біздер сиыр етін қолдандық. Қалаған етті қолдана бересіздер. Сиыр етін ұсақтап осылай турадық. Содан соң капустаны ұзынша етіп, соломка етіп турап аламыз. Оны бір ыдысқа салып, үстінен 1 ас қасық тұз салып, жақсылап мыжғылап 5-6 минутқа суы шыққанға дейін қойып қоямыз. Отқа қазанымызды қойып, майымызды құйып, майымыз қызғаннан кейін пиязды салып қуырамыз. 3-4 минуттай қуырып алғаннан кейін үстінен етті саламыз. Етті кішкене қуырып алғаннан кейін кориандр қосамыз. Қара бұрыш және де китайский соль салып, жақсылап араластырып, 10 минуттай кішкене баяу отта қуырып аламыз пияз бен етті. Содан соң газдың астын өшіріп, үстінен жаңағы капустамызды осылай суынан сырғытып алып саламыз. Ұмытып кетпеңіздер, капустаны майда қуырмаймыз. Газдың астын өшіріп, капустаны салып, бетін жауып қойдық. Осы уақытқа дейін біздің қамырымыз ашып дайын болып тұр екен. Енді қамырды осылай 4 бөлікке бөлеміз. Содан соң оны тағы да домалақ етіп, майда бөлікшелерге бөліп жаямыз. Барлық қамырларды домалатып алғаннан кейін бетін сүлгімен жауып 10 минуттай, 5 минуттай қойып қойсаңыз қамыр көтеріліп әдемі болып тұрады. Содан соң бірінен соң бірін алып жайып, салмамызға салып түйеміз. Міне осылай теріс қаратып өріп түйесіздер, анықтап қарап үйреніп алсаңыздар болады, өте оңай. Пикодиларды түйіп болдық. Енді 35-40 минутта буда пісіріп аламыз.
Біздің бигуди пісіп шықты, өте пышный, дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сау болыңыздар.